Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен ана тілі оқулығындағы жаңа сабақ сөйлем тақырыбымен танысатын боламыз. Мына жерде берілген шашылған сөздерді біріктірейікші. Ертегі, қазынасы, халық деген сөздер беріліпті. Осы сөздерден сөйлем құрайық. Ертегі, халық, қазынасы. Яғни бұл сөзден сөйлем шығардық. Балалар, есімізге түсірейікші. Мәтін сөйлемнен тұрады. Сөйлем сөздерден тұрады. Сөздер буындардан тұрады. Яғни бүгінгі өтетін тақырыбымыз сөйлем тақырыбы. Бүгінгі сабақта сөйлем дегеніміз не? Сонымен танысатын боламыз. Және сөйлемнің түрлерін түсінетін боламыз. Сөйлем түрлерін ажырата алуды үйренетін боламыз. Сөйлем дегеніміз не? Қысқаша тоқталайық. Сөйлем дегеніміз біріншіден аяқталған ойды білдіреді. Екіншіден сөздерден құралады. Үшіншіден бас әріптен басталып жазылады. Және соңында міндетті түрде тыныс белгісі қойылады. Жауап алу мақсатымен айтылған сөйлемді сұраулы сөйлем деп атаймыз. Мысалы, не істеп жатырсың? Яғни біз сұрап тұрмыз. Ал адамның көңіл күйін, сезімін білдіретін сөйлемді лепті сөйлем дейміз. Мысалы, сәлем, Дана. Яғни біз көңіл күйімізбен айтып тұрмыз. Ал бірдеңе жайында хабарлау мақсатымен айтылған сөйлемді хабарлы сөйлем дейміз. Мысалы, біз кеше мұражайға бардық. Яғни бұл сөйлемді біз хабарлап тұрмыз қайда барғанымызды. Жақсы, олай болса бірінші жаттығуға назар аударамыз. Өлеңді тыңда. Нан қоқымын шашпаңдар. Нан ардақты адалас, кәрі жас оны аттамас. Ақ дастарқан үстінде қол жұмай оны ұстамас. Нан қоқымын шашпаңдар. Жерде жатса баспаңдар. Теріп алып қастерлеп торғайларға тастаңдар. Бұл өлеңнің авторы Тебай Тұрманжанов. Өлең мазмұны бойынша өз ойыңды айт. Қане балалар, өлең не туралы екен? Дұрыс айтасыңдар, нанды шашпауымыз және аяққа баспауымыз керек екен. Ол нан дегеніміз қасиетті, қастерлі, аз атасыз нан деген. Қазақта жақсы сөз бар. Нанды қадірлеп, қастерлеуіміз керек. Нанның қоқымын неге шашуға болмайды балалар? Өйткені нан қасиетті, киесі ұрады. Жерде шашылған нан қоқымын көретін болсақ, торғайларға бергеніміз жөн екен. Балалар, кәрі, жас сөздердің мағынасын айтайықшы. Кәрі деген қандай мағына? Жас деген қандай мағына білдіреді? Біз атамызды, әжемізді кәрі деп айтамыз. Жас оқушы баланы жас деп айтамыз. Яғни кәрі, жас бұлар бір-біріне қарама-қарсы сөздер екен. Екінші жаттығу жаңылтпашты жатқа жаз. Қап-қап ұн алдық, аппақ ұн алдық. Осы өлеңді сосын жаттап алайық. Жаңылмастан 2-3 рет айтып көрейікші балалар. Қап-қап ұн алдық, аппақ ұн алдық. Жарайсыңдар. Үшінші жаттығу ребусты шешуіндегі сөзді қатыстырып сөйлем құра дейді. Қане балалар, мына сөзден қандай сөз шығады? Бірінші тұрған ол не? Аттың аяғына қоятын таға. Ал екінші тұрған мысық. Сонда бұл ребустан қандай сөз шығады? Таға және мысық сөзіндегі 4 әріпті алып тастаймыз. Сонда тағам деген сөз шығады екен. Жарайсыңдар. Тағам сөзіне сөйлем құрайық. Пайдалы тағам адамға күш береді. Жарайсыңдар, осылай өздерің сөйлем құрап үйренетін боласың. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаймын.